Армысыңдар. Өткен видеода мен былай айтқан болатынмын. Мына жердегі тіршілікті найзағай жаратты деп. Және ғылыми қандай дәлелдер болды, соның жайында да мәлімет бергенмін, ақпарат бергенмін. Ал енді мынандай сұрақтар да бар ғой. Тіршілікті найзағай жаратса, найзағайдың өзін кім жаратты, не жаратты? Найзағайдың өзі де жаратылыс. Күннің сәулесі ол энергия. Соның сәулесі жерге тигенде, мына топыраққа, кәдімгі топырақты былай алақандармен былай сезінеміз ғой, жер жылы, қызып бара жатыр. Күннің сәулесінде. Ол ана күннің сәулесі энергияға айналып жатқандығы. Жылу ол энергия. Ал күн бұлттағандашы, ол сәуле жерге тимейді ғой. Тие алмайды, өйткені аспанды бұлт қаптады. Күн сәулесі сол бұлтқа түседі дағы, сол энергиясын бұлттарға береді. Мына біздің киімімізде жылудан энергия пайда болады ғой. Біз мынаны шешкенде ұшқындарды көреміз. От болып жаматқан ұшқындарды, яғни кішкентай найзағайларды. Міне сол сияқты бұлттар энергияны жинай бастайды. Сосын біздер мына киімді қозғағанда әлгідей жылт-жылт етеді ғой, қозғалыстың өзінен. Сол сияқты бұлттар энергияны жинай алғанда, қозғалыстар барысында енді жел өреді, бұлттар қозғалады, бір-бірімен түйіседі. Міне осындай жағдайда әлгі жинай алған энергия келіп найзағай болып бізге, көзімізге көрінеді. Ол оттың ұшқыны күн сәулесінен жинай алған энергия. Өстіп, найзағайдың өзі күн сәулесінен жаратылады деп айтуға болады. Күннің энергиясынан жаратылады деп. Өстіп, жаратушының өзі жаратылыс болып тұр. Ал енді күннің өзі қалай жаратылды, оны енді біздер астрономиядан білеміз. Айтпағым, енді күннің өзі қалай жаратылады дегенде, бұл жерде көп жағдайда бір ғана теория айтылады. Нағызында олар екеу. Сол екеуінің біреуі ғана айтылады. Ол неліктен біреуі ғана айтылады? Өйткені ғалымдардың басым көпшілігі сол теорияны ұстанып кетті. Нағызында олар екеу. Екіншісі маған ұнамды, және де ақылға қонымдысы осы екіншісі. Біріншісі, алғашқы тұңғыш супер жұлдыз жарылды дағы, соның қалдықтарынан жұлдыздар пайда болды, планеталар пайда болды, жалпы әлем пайда болды дейді. Оны енді білесіңдер, оны қайталаудың қажеті жоқ. Мен екіншісі жайында айтпақпын. Екіншісі теориясы, ол орысша теория пульсирующей вселенной. Яғни оны қазақшаға мән деп былай аударсақ, ол былай дем тартатын әлем. Ол біресе кеңейеді, біресе тарылады. Біресе кеңейеді, біресе тарылады. Мына біздің өкпеміз сияқты. Жалпы адамдық емес, бүкіл тіршіліктің дем тарту процесі сияқты. Біз дем тартқанда кеудеміз кеңейеді ғой, сосын дем шығарғанда тарылады. Әлемде тірі есебінде қарастырылады сол теория бойынша. Енді оны астрономдар жаратқасын әлем тірі деп айтып жатпайды ғой, бірақ та соны меңзейді. Ең маңыздысы соны меңзейді. Сондықтан да діндарлар осы теорияны ұстану керек еді, бірақ осыны естімеген бе, біріншісін ұстанады. Бірінші теория бойынша ол жерде ешқандай әлем тірі деген сөз жоқ, тіпті меңземейді де. Мына екінші теориясында әлем бәлкім тұтастай әлемнің өзі бәлкім тірі шығар деп соған меңзейді. Айтпаса да соны меңзейді. Сол теория бойынша әлем кеңейгенде осы әлемге сутегі кіреді. Сол сутегіден жұлдыздар пайда болады. Сосын жұлдыздардың айналасында планеталар пайда болады. Ал енді жұлдыздар жанады ғой. Сол жану процесінде ол сутегі елеге айналады. Сонда елелер көбейгенде әлем қайттан тарылады әлгі елейді шығару үшін. Сосын қайттан кеңейгенде мына әлемге сутегі қайттан қаптайды. Сутегімен толады. Міне сутегіден сосын қайттан жұлдыздар пайда болады. Сол жұлдыздардың айналасында қайтадан планеталар пайда болады. Сол планеталарда тірі пенделер біз сияқты міне пайда болады. Өстіп үздіксіз біресе
тарылады, біресе кеңейеді, тіршілік біресе жойылады, біресе қайттан пайда болады. Бұл теория өзіме сүйкімді теория. Адамда да солай. Біз дем тартқанда кеудеміз кеңейеді ғой. Кеудеміз оттегіге толады. Тарылғанда оттегі іштегі көміртегіні байлайды дағы өзімен кері шығарады. Сол молекула, оттегі мен көміртегінің байланысы, ол молекула, оны көміртегі қышқылы дейді. Міне өстіп соны шығару үшін біз демді шығарамыз. Жаңағы көміртегі қышқылын шығару үшін. Сосын қайттан дем тартқанда ішке тағы да оттегі, яғни кислород толады. Сол сияқты әлемде